Қарақалпақстан Қарекең командасы. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум қазақ елі, Астана сенің мұзғалаң елі. Көкшетауың бар қыздан әдемі, Париж, Дубай, Лондон, көлдің шөлдің. Париж, Дубай, Лондон, көлдің шөлдің. Қарақалпақ жазға келді, басып 3000 километр жерді, жатырқамай қабыл айле. Қарекеңше әзірлерді, Қарекеңше әзірлерді. Дәл осылай күлеміз деп келген тамашагерлер, Ассалаумағалейкум! Енді жігіттер, сразу келісіп алайық. Кеше репетицияда телефон жаман мешет етті ғой. Давай бүгін хотя бы сахнада телефонсыз ойнайық. Келістік қой? Телефонларды қоямыз. Кімнің телефоны мешет етсе, командадан шығып кетеді. Келістік қой? Құрметті көрермендер, біз шынымен де 3000 километр жол басып, тағы осы ойында екінші орынды алуға келдік. Неге бірінші орын емес? Енді жігіттер өздерің ойлап қараңдар. Қазір барлық команда бірінші орынға таласып жатыр. Ойының соңына қарап екінші орыннан талас болып кетеді. Сол кезде біз айтамыз, құрметті командалар, біз екінші орынды алдынан зайынтеп қойып едік дейміз. Міне. Базеке, не айтасыз? Сахнаға кофе әкелесіз бе? Нешеу? Біреу. Тұрсынбек мырзаға ше? Сол кісіге қой енді. Командадан үйісіп шығатын болды. Жоқ, Сапа алмай сенді. жоқ, кешіріңдер болсын жігіттер. Қанат Әлжапаров есімес жіберіпті. Қанат Әлжапаров? Гулия деп жазып қойсыз ғой. Жоқ, мен келіншегім команданады да. Не деп? Сен Гуля дегенді Қанат деп жазып қойыпсаң деп. Соның үшін Қанат дегенді Гуля деп жазып қойыппын. Оқың. Не деп жазған? Оқим. Деп жазыпты болған. Сонда сен Қанат Әлжапаровты сылтау қылып командадан шықпай қала жақсың ба? Ауа. Вот, нағыз қарақалпақ. Баға, және бір нағыз Қарекең бір характерін көрсетпеші. Неге мен көрсем? Шұқырат бар, ар жақта Айдос бар. Неге мен көрсем? Тоқта. Рахмет жігіттер. Вот, міне нағыз қарақалпақтың характері. Олай болса. Қалай болса солай. Кетті! Қыз алып қашып кетеміз деп, жігіттер қараңғыда алжас сүріп, қыздың әкесін алып қашып кетті. Көреміз. Отыр! Өзін апарып тастаймыз. Қайтпаймын мен, Ертең үй жаққа барсам, ана көршілер айтпай ма? Сапекең қайтып келген екен деп. Жоқ, аға, негізі қызыңызды алып қаша жақ едік қой. Қызымды алып қаша, қызым бетіне қалай қараймын үйге барғаннан кейін. Қызым айтпай ма? Папа, бұл не қаның? Мен жігітіме қызып жүрпедім демей ме? Сосын әкелің ана қағаздарын. Не істейсің? Ризамын деп жазып бермейін ба енді? Бәріміз білеміз, КТА ойындарында әділ қазылар өзіне ұнаған командаға кубок береді. Енді көз алдымызға келтірейік, кубоктың орнына шапалақ сыйласа қалай болады? Енді мен өзімнің шапалағымды ерекше өнер көрсеткен Қарекең құрамасына берем. Енді екінші шапалағымды Тош Қарекең. Осы құрама көңілімнен қатты шықтыр, Тұрсынбек мырза. Тебуге бола ма? Қасын аспанда жеткереді Қарекең, қасын аспанда жеткереді Қарекең. Рахмет. Біз қарақалпақ жастары сіздерге аз ғана болса да күлкі сыйласақ, болмаса аз ғана болса да қарекеңшілікті көрсетіп бере алсақ, біз бұндан бақыттымыз.
Жігіттер, шыдаңдар. Осы құмнан өтіп алсақ, ар жағы су, Құдай қаласа, жақындадық суға, жақындадық. Давай, шыдаңдар. Ей, капитан, не істеп жүрсің? Құмда аяғым күйіп жатыр, айбай. Қарақшылар, жиналыңдар. Ей, кемеде сатқын бар екен. Мен емес. Жоқ, білем сен емес екен. Ол сатқын біздің барлық сырымызды айтып жүр дейді. Мен емес. Жоқ, білем сен емес екен. Ол сатқын мен емес деген сөзді көп істеткен. Мен емес! Мен емес деген мен емес. Білем. Осының бәрін істеп жүрген сен ғой, да? Айт, көзіме қара, сөйле. Мен емес деп аттың ғой, да? Қара, көзіме қара, мен көріп тұрсам ба? В общем, мынан кемеге кім аған? Кеме ғой, командаға кім аған бұны? Капитан, Полундра деген сөздің қазақшасы қандай еді, капитан? Білмеймін, айта бер, не қабат? Су көрінді, су! Су, шынымен ба? Жоқ, шыны жоқ, қасында просто су көрінді, ән жер. Кешіріңіз, мынау көзімнің жасы екен ғой, капитан, кешіріңіз, Капитан! Ана, Филипп деген бір көз көрмейтін қарақшы бар ғой? Сол өліп қапты. Қойшы. Сенбесең сән өз келе жатыр. Сораң? Капитан, естідіңіз бе? Нені? Мен өліп қаппын. Қой, сен өлмейсің? Оны қайдан білесің? Киносында көргем ғой. Капитан, басыңызға не тартып алғансыз? Ван Дамкі. Мен Жеки Жантікі ме деп ойлаппын. Ван Дамкі екен ғой. Не істеп жүрсің? Жоқ, мен жарты сағат ұйықтап бола ма? Бір сағат ұйықтап алсайшы. Жоқ, жарты сағаттан 2 ұйықтасам 1 сағат болмай ма? Капитан, Полундра деген сөздің қазақшасын таумадыңыз ба әлі? Жоқ, айта бер, не жаңалық? Тауық жүйт, құры тұрыс қой мұның жерде. Капитан, су көрінді, су! Су? Сыртында баклашкасы бар. Әділ қазылардың су екен, анау, кешіріңіз, әділ қазылардың су екен ғой. Әділ қазылардың? Мынау жанында жасыл, қызыл бірдеңелер бар ма? Жылтыр, жұлдыздары бар. Кубок ба? Кубок ба деймін? Кубок ба! Кубоктар бар ғой? Біз деген қазына осы. Көреш, түрбін лақтыр бері. Жөндеп лақтырмайсың ба? Шынымен бар ғой. Бар екен. Филипп жағып. Филипп! Мұнда кел! Бара жатырмын. Келдің ба? Мұна қара, мұнан көр. Қазылар алғасы. Мен тағы көреш. Айсберг! Астанада наған айсберг? Жоқ, кешіресіз. Левиберг екен ғой, жылтырап көрініп тұр. Левиберг. Қазылар алғасының алдында кубоктар бар екен. Қазынан таптық. Енді қат жазамыз. Жаз. Жазаман. Күз. Күземен. Қыз. Сосын көктемде де біз қытаға бара береміз. Жазып болдың ба? Жазып болдым, енді қатты ұста. Қатты ұста, бос ұстама. Мен мына жерде бутилкі бар. Осы бутилкінің ішіне салып жіберуіміз керек. Осы бутилкіні мен босатуым керек. Босатам. Күшті кетті. Ішінде болғанда оданам күшті болатын еді. Ішіне сал. Салдық. Енді осыны ана қазылар алғасына Астанаға қарай жібер. Бүйт барсын арал менен. Капитан географиядан жоқсыз ол деймін, Жоқ, бұлай Қызылорда, через Қызылорда барса болмай ма? Соны айтып жатырмын ғой енді. Жарайды, лақтыра берші. Жарайды, лақтырам. Жетеді деп ойлайсың ба? Жетпей тұр ау,
жетпейді мынау. Жетпей тұр, бас деген сынып тұр, жетпей тұр ғой мынау. Тағы ішейінші. Ой, мынау. Енді жетеді. Әне, енді жетті. Иә, Басеке. Бағана кофе не болды? Шай қайнамай атыр. Қазақстан әмде Өзбекстанға орталық проблема бұл Арал теңізі. Қарекең, Қарақалпақстан қазату, көкше серлері, жасарал, қорқыт жастары, қазету және жерүйік командасы. Қазір қас бүгінгі ойынға өздеріңіздің пікірлеріңіз және кіші кубоктарыңызды табыс етсеңіздер. Қанат Әлжапаров. Қарекең. Қарекең. Қарекеңе кубок. Қарекең бүгінгі ойында екінші кіші кубокқа ие болып отыр. Жалғастырайық. Ғадыш. Мен Жасланға беремін кубок. Жасарал. Жасарал Казитомен теңесті. Үшінші кіші кубокқа ие болды. Жалғастырайық. Сайлау Қамиев. Маған өте жақын болған әрине сол Жасарал болды. Жалғыз адамның театры, жалғыз актердің театрын ұйымдастырдың. Бауырым, рахмет. Жасыланға. Жақсы, енді Айгүл Иманбаева жалғастырамыз. Жасарал. Жасарал. Бес. Болат Бауыржанұлы. Қазір алқасының төрағасы. Казату. 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 Қазір алқасы үздік актер. Жаслан. Жаслан. Жаслан Жасарал бүгінгі ойынның үздік актері. Жаслан оның алдында да бір-екі кіші кубокқа ие болған болатын үздік актер ретінде биылғы жылдың үміткері. Бірақ кіші кубок үздік актердің алғаны командалық есепке қосылмайды. Бірақ дей тұрғанмен сонымен келесі айналымға жолдама алған Жасарал 5 кіші кубок, Казиту 3 кіші кубок, Қарекең 2 кіші кубок, Қазату, Қорқыт жастары, Жерүйік 1 кіші кубоктан. Енді қазір алқасы келсе, көкше серлері Көкшетауда кубок жоқ, өкінішке орай КТА фабрикасына жолдамалады. Рахмет, 6 команда. Құрметті достар, келесі айналымға жолдамалды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Алғашқы ойын үздік ойыншыда анықталды және 6 команда анықтадық. Сау саламатта болыңыздар, аман болыңыздар. Қазақстан ұлттық арнасында кездескенше.